Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Қызылорда облысы Шиелі ауданы нөмірі 127 Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп лицейінің өзін-өзі басқару ұйымы туралы тікелей репортаж жүргізетін боламыз. Ал сіздермен бірге мен Жиенбекова Мерей, ал біз бастаймыз. Өзін-өзі басқару дегеніміз не? Бұл білім алушылардың білім беру ұйымын бірлесіп басқаруға, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелер шешуге қатысу нысаны. Оқу-тәрбие процесінің проблемаларын шешуде мектеп әкімшілігінің таптырмас көмекшісі болып табылады. Өзін-өзі басқару ұйымының жұмыстары апталық циклограммаға негізделген. Дүйсенбі домбыра пати. Үлкен қоңырауда оқушылар ұлттық құндылықтарымызды дәріптейді және күй ойнайды. Сейсенбі күн мен оққан бір кітап күні. Бұл жұмыс оқуға құштар мектеп жобасы аясында іске асады. Жұмыстар TEDx, REDx, Book Crossing форматында жүреді. Сәрсенбі ұлттық ойындар күні. Бұл күні оқушылар үлкен қоңырауда халқымыздың ұлттық ойындарын дәріптейді. Бейсенбі спорт күні. Оқушылар әртүрлі спорттық ойындар ойнап, бой сергітеді және денелері шымыр бола түседі. Жұма ерте жастан басталатын экологиялық мәдениет. Қолдан қоқыс қалдықтарынан өмірге қажет болатын тез әрі оңай жасалатын лайфхактар жасалынады. Сенбі күні өзін-өзі басқару ұйымының штаб жиналысы болады. Жиналыста ұйымның апта бойы атқарған жұмыстары айтылады және ол жұмыстардың оң және терісі қорытындыланады. 2021-2022 оқу жылында құндылықтарға негізделген жобалар мектеп қабырғасында нәтижелі қызмет атқаруда. Мысал ретінде дебат қозғалысын алсақ болады. Мектеп оқушылары арасында семсер дебат клубы құрылған. Дебат ойындарында АПФ форматы жұмыс жасайды. Жетістіктеріміз туралы айтатын болсақ, дебат ойындарында былтыр облыстан 3-ші орын, биыл ауданнан 1-ші орын және облыстан 3-ші орын жүлдегер атандық. Отбасы мектеп жобасы аясында ата-аналармен бірлескен жұмыстарымыз бар. Тау тұлға әкелер кеңесі, мейірімді аналар кеңесі, қыздар ұйымы, сонымен қатар ұлдар ұйымының бірлескен жұмысы арқылы жүйеленген. Қазіргі таңда мектеп парламентінде бір президент, 10 министр және 4 ұйым жетекшілері бар. 2021 жылдың 27-ші жұлдызында өткен сайлау нәтижесінде мектеп лицей парламентінің тұрақты құрамы сайланды. Бүгін нөмірі 127 Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп лицейінде саяси маңызды науқан өтуде. Мектеп лицей оқушылары мен қызметкерлері, сонымен қатар ұстаздар қауымы мектеп президентін сайлайды. Жалпы мектеп президентіне 7 кандидат үмітті болып отыр. Ал мектеп лицей қабырғасындағы сайлау қалай өтіп жатыр, оны қазір білетін боламыз. Яғни біздің мектеп лицейдің мұғалім Айта кетерлік жайт, мен де бүгінгі мектеп президент сайлауындағы кандидаттыққа өзімнің бағдарламамды ұсынып жатырмын. Енді кезек маған келіпті, мен де қазір өзімнің таңдауымды жасаймын. Мінекей, мен де бүгінгі таңдау бланкасы қолымда. Мен өз таңдауымды жасадым. Ал ендеше барлығымызға сәттілік. Осы жылдың 30-шы қазан күні нөмірі 127 Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп лицей қабырғасында өзін-өзі басқару ұйымының президентін салтанатты ұлықтау рәсімі болып өтті. жолға кірісіп, атсалыстыңыздар. Иә, сіздер қателеспедіңіздер. Президент болып, мен тағайындалдым. Мектеп президенттігіне үміткер болған өзге оқушылар мектептің өзін-өзі басқару ұйымының құрамына енді және біз салтанатты түрде ант қабылдадық. Біздің ұсынған жаңа идеяларымыз, бағдарламаларымыз бен жобаларымыз осы оқу жылы барысында дамып, жетілдіріліп, жұмыс жүйесінде көрініс табатынына нық сенімдіміз. Парламенттің экс-президенті Айқынбаев Жайық 2 жылда жасалған парламент жұмысының есебін берді. Рәсімдеу шарасы көңілді ән және күймен. Одан соң талантты мектеп жастарымыздың хорымен жалғасын тапты. Салтанатты жиын соңында мектеп лицей директоры Гүлшара Абдикадирова құттықтау сөз сөйлеп, президент және парламент мүшелеріне үлкен сенім артатын білдіре отырып, сәттілік тіледі. Дәл осылай өзін-өзі басқару ұйымының кезекті қызыққа толы күні тәмамдалды. Және де мұнымен тоқтап қалмақ емес. Сіздермен болған мен қазіргі парламент президенті Жиенбекова Мерей. Сау саламатта болыңыздар.